Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз мынадай дәмді әрі тойымды болып шығатын етті бәліш, яғни мясной пирог жасайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, лайк басып, мені қолдап қойыңыздар. Ендеше бастайық. Алдымен жылы сүтімізге бір ас қасық қант пен қопсытқышты салып, шамалы араластырып, бетін жауып, қопсытқышымыз ашып көпіргенше 2-3 минутқа қойып қоямыз. Енді ұнымызға бір жұмыртқа мен сары майды салып араластырамыз. Сосын жаңа ғана дайындап алған қопсытқышымызды қосып, жақсылап үйін қандырып, қамыр илейміз. Ескерте кететін нәрсе, барлық заттар бөлме температурасында жылы болуы керек. Әйтпесе қамырымыз дұрыс көтерілмей қалуы мүмкін. Құрамына қосылатын заттардың мөлшерін астында описаниедан қарай аласыздар. Сол жерге қанша грамм қосылатынын барлығын жазып қойдым. Қамырды илеп болған соң, жақсылап ашып көтерілуі үшін осылай бетін жауып, жылы жерге 1-2 сағаттай қойып аламыз. Қамырымыз ашимын дегенше ортасына салатын салмамызды дайындап аламыз. Ол үшін мен фаршқа жуа мен картопты майдалап турап қостым. Өз қалауларыңыз бойынша дәмдірек болады десеңіздер, сәбіз немесе болгарский перец қоссаңыздар да болады. Маған осылай ұнайтын болған соң, басқа артық ешнәрсе қоспадым. Енді дәміне қарай тұз, бұрыш қосып, жақсылап араластырып аламыз. Мінекей, қамырымыз ашыды. Енді оны 2 бөлікке бөліп аламыз. Біреуін үлкендеу, екіншісін кішіректеу қылып бөлеміз. Пирогымыз әдемі болып пісу үшін үлкендеу бөлігін астына, кіші бөлігін бетіне жібереміз. Енді бөліп алған қамырымызды өте жұқа да емес, өте қатты қалың да емес, орташа қылып жайып аламыз. Қамырды жайып болған соң, пісіретін табамызға алдымен пирогымыздың астыңғы бөлігі болатын қамырды саламыз. Сосын бетіне дайындап қойған салмамызды салып, аралары жақсы пісетіндей қылып жайып саламыз. Сосын бетіне екінші бөлігін қойып, видеодағыдай асты мен үстін жақсылап біріктіріп, жабыстырып шығамыз. Пирогымыздың дәл ортасына осындай кішкентай тесік жасаймыз. Ол ортасындағы салмамыздың дұрыс пісуі үшін. Сосын бетіне жұмыртқа жағып, қызып тұрған пеште 180-200 градусқа 15-20 минут пісіріп аламыз. Мен үнемі айтамын, әркімнің пеші әртүрлі, сол үшін қарап тұрып пісіріп алыңыздар. Мінекей біздің етті бәлішіміз, яғни мясной пирогымыз дайын, қызарып әп-әдемі болып пісіп шықты. Қазір ішін кесіп көрсетемін.
Қараңыздаршы, сондай керемет табиғат ашады. Дәміне сөз жоқ, өте дәмді. Сіздерге де дайындап көруге кеңес беремін. Егер видео ұнаса, лайк басып, каналға тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Тағы да қандай видео рецепт көргілеріңіз келетінін пікір жазып қалдырып кетіңіздер. Міндетті түрде оқитын боламын.